Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазір дүниетану сабағы. Сәулет өнері бөлімі бойынша қала мен ауыл арасында қандай байланыс бар? Сабағымыздың мақсаты қала мен ауылдың байланысы қандай екенін білетін боласыңдар. Қала мен ауыл тұрғындарының қандай еңбекпен айналысатынын білесіңдер. Оқушылар, мынау суреттерге қарап қандай ой келеді? Иә, дұрыс. Әрбір адамға азық-түлік, киім, баспана, тағы басқа заттар қажет. Адамдардың өмір сүру үшін керек заттардың барлығын қажеттілік деп аталады. Әрбір адамның үлкен болсын, кіші болсын, өз қажеттіліктері болады. Ал қажеттілік дегеніміз не? Қажеттілік дегеніміз адамның онсыз өмір сүре алмайтын керек нәрсесі және қалаған барлық нәрсесі. Аса қажетті, онсыз өмір сүре алмайтын ең басты қажеттіліктерді атаңдаршы. Дұрыс. Су, ауа, киім, баспана, тамақ. Бірақ балалар, су мен ауа табиғаттың бізге берген сыйы. Адам өзіне қажеттінің барлығын қайдан алады? Күнделікті қажеттіліктерді пайдалану үшін оларды өсіру, өндіру, даярлау керек. Мұнымен өндірістің экономика бөлімі айналысады. Оқушылар, экономика сөзін естігендерің бар ма? Оқушылар, дәптерлеріңді ашып, бүгінгі сабақта қолданатын тірек сөздерді үш тілде жазып, есте сақтаймыз. Қажеттілік, орысша потребности, ағылшынша needs. Экономика, орысша экономика, ағылшынша economics. Сонымен, экономика дегеніміз бұл адамдардың шаруашылық қызметі. Яғни, адамдар шаруашылық қызметімен айналыса отырып, тауарларды өндіреді. Ал тауар дегеніміз сатуға арналған еңбек өнімі. Тауарды көзбен көруге, қолмен ұстауға, киюге болады. Мына суретке назар аударайық. Бұл жерде тауар өнімінің кезеңі, яғни өсіреді, өндіреді, даярлайды. Бұл жерде ауыл шаруашылық еңбегі көрсетілген. Жүгері, қарақұмық, тары, күнбағыс, егін шаруашылық өнімдері ауыл адамдарының тынымсыз еңбегімен келеді. Ал қаладағы адамдар осы өнімдерді жаңа өнім дайындайды. Сонымен қатар ауылда, қалада адамдар қызметі де қажет. Ауылдағы адамдар қандай қызметпен айналысады? Қаладағы адамдар немен айналысады? Жақсы балалар, қандай салада жұмыс істесе де, олардың еңбектері адамдарға үлкен пайдасын тигізеді. Қызметкер жаңа тауар түрін шығармайды. Олар адамдардың қажеттілігін өтеуге қызмет көрсетеді. Кейбір тауарлар қалада, кейбір тауарлар ауылда өндіріледі. Енді мынау сызбаға назар аударайық. Әр саладағы адамдар немен айналысып жатқандарын айтыңдар. Және олардың мамандықтары қандай? Біздің жиі тұтынатынымыз қажеттіліктеріміз киім, жиһаз, кітап, азық-түлік және тағы басқа заттар. Осы өнімдерді экономиканың қандай салалары бізге өндіріп береді? Әрине, өндіріс, яғни фабрикалар мен зауыттарда өндіреді. Ал нан, сүт, көкөніс, ет өнімдерін ауыл шаруашылығы өндіреді. Фабрика, зауыт, ауыл шаруашылығының өнімдерін дүкендер мен базарларға қалай жеткізіледі? Дұрыс, көлік арқылы.
Көлік дегеніміз тасымал құралдары. Ол да экономиканың бір саласы. Яғни адамдарды, жүктерді тасымалдау үшін. Экономиканың тағы да бір маңызды саласы бар. Сол арқылы үйлер салынады, мектептер, түрлі ғимарат үйлер. Ол болмаса заводтар, фабрикалар, ауруханалар болмас еді. Ол экономиканың қай саласы екен? Ол құрылыс саласы. Онда жұмыс істейтіндерді құрылысшы деп атайды. Экономиканың салалары бір-бірімен байланысты ма? Қалай ойлайсыңдар? Әрине байланысты. Көлік болмаса, жаңа ғимараттың құрылысына керекті материалды жеткізу мүмкін емес. Ал ауыл шаруашылығы мен көліктің арасында байланысты түсіндіріңдер. Көлік болмаса, азық-түліктерді қалаға жеткізе алмаймыз. Қаладан техника ала алмаймыз. Осыдан қандай қорытынды шығаруға болады? Балалар, осы аталған барлық экономика салалары өте тығыз байланысты. Енді шағын зерттеу жұмысын жүргізейік. Ауылдың қаласыз, қаланың ауылсыз өмір жоқ деген сөзбен келісуге бола ма? Бұл сөздің дұрыстығын мысалдар келтіріп дәлелдеңдер. Жауаптарды мына пікірлер бойынша құрыңдар. Мен былай ойлаймын. Өйткені, мысалы, сондықтан. Балалар, сендермен келісемін. Ауыл қаласыз, қала ауылсыз өмір сүре алмайды. Себебі бір-бірімен тығыз байланысты. Қаланың тұрғындары ауылда өндірілетін азық-түліктер, ет, сүт, жемістер, көкөністер қажет екен. Ал ауыл тұрғындарына қалада өндірілетін жиһаз, техника, киім, құрылыс материалдары және тағы басқа көптеген заттармен керек екен. Сол себептен ауыл қаласыз, қала ауылсыз өмір сүре алмайды. Мына тапсырманы суретті сөйлету керек. Суреттерге қарап, қала және ауыл тұрғындары немен айналысатынын анықтаңдар және қорытынды жасайсыздар. Мысалы, ауылда мал шаруашылығы, ал қалада болса фабрикада тігіншілер киім тігуде. Байланысы бар ма? Бар, байланысты екен, Сол секілді анықтап жазып жібересіздер. Ал балалар, қала тұрмысын бейнелейтін суреттерді белгілеңдерші. Дұрыс. Сауда орталығы, ауыл өнімдерін қалаға әкеліп, жаңа өндіріп, сауда орталығына апарып сатылады. Жүкпен тұрған адамдар, яғни киіміне қарап, қала тұрғыны деп атаймыз. Және бассейн. Балалар ауылда болса, балалар су қоймасында шомылар еді, ал қалада ол бассейнде болады. Жақсы, балалар. Үй тапсырмасы. Үлкендердің көмегімен зерттеп көріңдер. Сенің тұратын жеріңде қандай өндіріс орындары дамыған? Және сенің ауылыңда не қалаңда қандай ауыл шаруашылық өнімдері өндіріледі? Оқушылар, бүгін сабақта сендер қажеттілік, экономика сөздерінің мағынасын аштыңдар. Қала мен ауылдың шаруашылық қызмет түрлерін ажыраттыңдар. Қала мен ауылдың байланысыны мысал келтіре алдыңдар. Енді балалар, кері байланыс жасайық. Мына сөйлемдермен аяқтайсыздар. Сабақтан менің үйренгенім, маған қиындау болғаны және енді білгім келетіні. Тамаша балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.